Ассаламу алейкум, қырғыз елі, құрметті тыңдармандар, құрметті инста оқырмандар, үйде жатып жазылған барша Нұрайымға да жазылған, маған да жазылған негативтерді оқып, тыныш отыра алмадым. Алғашқы сөзімнің бастамасы сабыр түбі сары алтын, сабыр сақтағанның бәрі алтын деп баршаңыздан сұранатын дүнием, сабырға келіңіздер, құрметті ағайын. Бұл жерде алғашқы менің тұсаукесер концертім Бишкек қаласында қойылған мақсаты Нұрайымды бір елге жаман қылып көрсету, болмаса жамандау мақсатында қойылған концерт емес. Концертке келген барша көрермендер куә. Нұрайымға қатысты, Нұрайымды жамандайтын бір сөздер аузымнан шыққан жоқ сахнада тұрған жерімнен. Және де берілген маектерде бірде-бір жерде Нұрайымды жамандаған емеспін. Нұрайымды концерттен күткенім рас, концертке шын ниетіммен шақырғаным да рас. Бір жаман ниетте қолыма гүлімді алып, болмаса мишкамды алып алып, Нұрайымға бір жаман ниетте берген жоқпын. Халық сені жаман жек көріп кетсін деген ниетте берген жоқпын. Шын ниетімен шақырдым. Байғазанда Нұрайымның отырған қонақтарының барлығы куә, қандай тілекпен тілек айтып бергенімді көрді. Және де сіздерден тағы да бір сұранатыным, Нұрайым қарындасым менің концертіме қатысуы міндетті емес. Біз бір-бірімізге міндетті емеспіз ешқашанда. Мен әрдайым қай жерде жүрсем де мойындаймын. Қырғыз еліне танымал болуыма бірден бір себеп болған Нұрайым қарындасым алғысым өте көп. Және де болып атқан оқиғаларға байланысты Нұрайым қарындасымнан және де Қырғыз елінен кешірім сұраймын. Және де бір сұранатыным, ешкімге ешқандай негатив жазбаңыздар. Жашауда біздің Нұрайым екеуміздің арамызда қандай оқиғалар болғанын сіздер білмейсіздер. Және мен бұл нәрселерді ешкімге айтқым да келмейді. Өткен оқиғалар өткен күнінде қалып қалса екен деген ниеттемін. Және де мен де қатты шаршап кеттім, құрметті ағайын. Себебі қазір тыныш отыра берейін десем, ситуация өте ушығып бара жатыр. Аябай қиын болып бара жатыр ситуация. Сондықтан тыныш отырған дұрыс емес деп сіздерге шығып қайрылу керек болды. Және де менің тарапынан кеткен ағаттық болса, менен кеткен дұрыс емес жерлер болса, баршаңыздан кешірім сұраймын. Бұл жерде Аллах тағала әділетті. Егер де менің жасаған істерім тура емес болатын болса, ендігі мені шырайландырып түсіретін еді деп ойлаймын. Маған қазіргі беріліп отқан бақтың барлығы Аллах тағаланың әділеттігі деп білемін. Сондықтан тек аман болайық. Тағы да баршаңыздан кешірім сұраймын, құрметті ағайын.